Еліміздің солтүстігінде жаңа жылдан бастап жарық құны бірден 50%-ға қымбаттауы мүмкін. Өңірдегі монополистер мұны жағдайдың қиындауымен түсіндіріп отыр. Яғни тұтынушылар бұған дейін киловаттына 3,56 теңге төлеп келсе, 2016 жылдан бастап бұл баға 5,34 теңгеге жететін болмақ. Повышение тарифа обуславливается. Біздің тарифтерді көтеру туралы өтініштердің бірнеше себептері бар. Бұл біріншіден жөндеу жұмыстарымызға кететін шығын көлемі артып отыр. Инвестициялық жобалар құны артты, яғни құрылғылардың да бағасы өсті. Сонымен бірге орташа жалақы мөлшерін 85 мың теңгеден өсіруіміз қажет. Оған қоса солтүстік қазақстандық РЭК 2017 және 2020 жылдар аралығында инфляция деңгейіне сәйкес жыл сайын тағы да 8%-дан тариф құнын жоғарылатып отыруды көздемек. Яғни дәл осы тариф қабылданатын болса, жарық құны алдағы 5 жылда бірден 74%-ға шарықтамақ. Десек те табиғи монополияларды реттеу департаментіндегілер бұл бағаның көтерілуін жоққа шығармаса да, монополистердің бұл қымбатшылығына жол бермейміз деп отыр. Монополист, он всегда заявляет очень большой процент. Монополист әр кезде жоғары пайызға көтеру туралы өтініш білдіреді. Бірақ олардың өтініштері бойынша барлық көтерілу құны қанағаттандырылмайды. Департамент нормаларға сәйкес қарастырып, тарифтердің көтерілу құны бойынша 25 қыркүйек күні шешім шығарып жариялайтын болады.